Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеомда абайсызда киім-кешектердің қалдығын жеп қойған малға қалай ота жасап аман алып қалуға болатындығы туралы өз қолыммен ота жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қазақ тілді YouTube арнаны қолдауды ұмытпаңыз. Егер малдар сыртта жайылыста жүргенде немесе қорада тұрып, абайсызда оңай қорытылмайтын салапан киім-кешектердің қалдығын жеп қойса, не істеу керек? Жеген заты кішкене болса, түрлі іш сүргізту дәрілермен қатар майлар арқылы тезегімен сыртқа шығаруға болады. Ал жеген заты үлкен болса, көп жағдайда малдарда өліп қалу ахуалы көптеп туылады. Ал енді жеген заты үлкен болған осындай малдарды бірден-бір аман алып қалудың жолы ота жасап, қарындағы затты алып тастау керек. Ал енді диагноз қою барысында қарындағы заттың үлкен кішілігін қалай парықтаймыз? Бірінші, егер жеген заты кішкентай болатын болса, ол жаңегі өзінің тезегі арқылы сыртқа шығып кетеді. Оны түрлі іш сүргізту дәрілерімен қоса майлардың көмегімен сыртқа шығаруға болады. Ал жеген заты үлкен болатын болса, малдардың 3 күн 4 күн нәр татпай, іші кеуіп, денесі сусызданып, сонымен қатар тезектеуі мүлдем тоқтайды. Міне осындай белгілерге қарап, оның жеген затының үлкен екенін байқауға болады. Егер жеген заты үлкен болса, уақытын өткізбей тезірек ота жасап, қарындағы затты алып тастамаса, малдың өміріне қауіп төнеді. Видеода көріп отырған бұл сиыр көп мөлшерде киім-кешектің қалдығын жеп қойғанына байланысты ота жасауға кірістік. Ота жасау үшін алдымен ота жасайтын орынның жүнін қырып, дезинфекциялап тазалап аламыз. Сосын ақырындап терісін кесіп тілеміз. Айта кетейін, ота жасаудан бұрын малға қан тоқтататын уколды қан тамырдан немесе бұлшықеттен саламыз. Сосын тіліп кесетін жерді шекті орынды наркоздаймыз. Яғни ауырсынуды басатын уколды қоршап егеміз. Сосын терісін тіліп, жаңегі өзіміздің қолымыз сиятындай емін-еркін ота жасауға қолайлы етіп тіліп аламыз. Сосын теріні тіліп болғаннан кейін сары етті тілеміз. Сары етті тілгеннен кейін жаңегі еттер болады өзі. Солардың өз бағыты бойынша ыдыратамыз немесе бағыты бойынша кесу керек. Шорт кесуге болмайды. Сосын қарынға жетеміз. Ар жағында қарынға жетпей, бер жағында пилонка болады. Оны кескеннен кейін ар жағында қарынға барады. Қарынды тіліп, ақырындап тілеміз. Негізі ана қатты бірден де жел шығаруға болмайды. Егер малдың іші кеуіп тұрғанда бірден жел шығып кететін болса, малдың миына қан құйылып өлуі мүмкін. Сосын қарынның ішіндегі заттарды тазалаймыз ақырындап. Мұнда ескерте кететін жайт, ішінен алып шыққан заттар құрсақ қуысына түсіп кетуінің алдын алу керек. Сосын қарынның ішін әбден тазалап, ретке келтіріп болғаннан кейін қарынды тігуге көшеміз. Қарынды ең алдымен қарынды кескен жерін бір-біріменен жымқырып тігеміз. Сосын қарынды тағда және тіккен жерін ішіне қарай келтіріп, тағда бір қабат тігіп жіберу керек. Сонда қарыннан шыққан бөгде заттар бергі құрсақ қуысына түспейтін болады. Сосын жаңегі қарынға жетудің алдындағы пилонканы тігеміз. Оны тігіп болғаннан кейін еттерді өз орнына, ыдыратқан еттерді өз орнына әкелеміз де, оларды керек болса тігіп тастау керек. Өте ыңғайсыз жағдайда тұрса тігіп тастау керек. Сосын барып терінің астындағы сары етті тігеміз. Әрине өз жерлерде антибиотик ұнтақтарды жаңегі қабынудың алдын алатын ұнтақтарды сеуіп, сары етті тігіп болғаннан кейін теріні тігеміз. Ол жерде де жаңегі антибиотик сінуді қайтаратын, қабынуды қайтаратын, қан тоқтататын ұнтақтарды сеуіп отырамыз. Бәрін тігіп болғаннан кейін малды аяғын шешіп орнынан тұрғызтамыз. Орнынан тұрғызтып, оны төте жібере салуға болмайды. Ары-бері біраз әрекеттендіріп жүргізту керек. Сосын жаңегі қанға кететін әртүрлі инфекциялар бар. Солардың алдын алу үшін бактерияларға қарсы, вирустарға қарсы арналған системаларды қою керек. Сонымен қоса ота жасалған малда жаңегіндей әлсіреу ахуалы болады. Сосын жүрек қағысының нашарлауы болады.
солардың бәріне қарсы арнайы системаларын қою керек. Әлдендіретін система қою керек қосымша. Сосын күнделікті жоқ дегенде 3-5 күн сол системаларды қайталап қойдыру керек. Сонда малыңыз дін аман сауығады. Ота жасап болған жердің жібін бір апта көлемінде алып тастасақ болады. Оны жаңа шыбындар қонып құрттақ кетпес үшін құрттатпайтын арнайы шашатын дәрілерін шашып, жақсы күтімге алу керек. Мінекей құрметті достар, сіздердің көріп отырғандарыңыз артық зат жеп алған жаңегі малдардың ішіндегі бөгде затты қалай алу туралы ота жасау. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қазақ тілді YouTube арнаны қолдауды ұмытпаңыз. Бұдан кейін де тіпті де керемет видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.